Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Арайлым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді әрі өте тойымды голубцы суптың рецептісімен бөлісетін боламын. Каналды жоғалтып алмас үшін алдын ала подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен күрішімізді жақсылап таза суға жуып, мөлдір таза болған кезде осылай әдемілеп суға батырып қойып қоятын боламыз. Мен осындай үлкен сәбіздің жартысын салмасына қолданамын. Жартысын алып, үккіштен өткізіп, салмасына тартылған етіміздің үстіне салатын боламыз. Сіздер 2 кіші сәбіз алып, соның біреуін қолдансаңыздар болады. Енді пияздарымызды алып, сақтап, видеодағыдай майдалап турап алатын боламыз. Барлық қажетті заттардың толық тізімін описанияда қалдырдым. Сол жерден көрсеңіздер болады. Енді пиязымызды фаршымыздың үстіне салып, үстінен сарымсағымызды майдалап турап салатын боламыз. Сарымсақ міндетті емес, қалауыңызша қоспауға да болады. Енді үстіне алдын ала жуып дайындап қойған күрішімізді суын төгіп салатын боламыз. Оның үстінен қара бұрыш, тұзды дәміне қарай қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Алдын ала жуып тазаланған болгар бұрышының ішіне осы салмамызды салатын боламыз. Достар, егер менің каналым сіздерге кішкене де болсын пайдалы болып жатса, менің қазақ тілді каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, подписаться батырмасын басып, колокольчик басып кетулеріңізді сұраймын. Және де комментарий қалдырып кетсеңіз қуанып қалар едім. Осылай бұрышымыздың ішіне салмасын толтырып алдық. Енді қуырмасы үшін мен жылқы майын және құйрық майдан шамалы ғана алдым. Қалауыңызша жай ғана күнбағыс майын алсаңыз болады. Бірақ күнбағыс майынан гөрі осындай табиғи майды қолдансаңыз өте пайдалы болып шығады тамағыңыз. Қуырма үшін бізге пияз, қызанақ және де сәбіз, картоп қажет болады, және сарымсақты ең соңынан қосатын боламыз. Барлығын видеода көрсетіп шықтым. Көкөністерді қалауыңызша турап шықсаңыз болады. Мен осылай видеодағыдай турап шықтым. Көкөністеріміздің барлығын осылай турап алғаннан кейін, қызып тұрған қазанымыздың үстіне алдын ала туралған майымызды салып, шыжғырып, қуырып, майы шыққанша осылай қуырып алатын боламыз. Барлығы шығып біткен майдан қалған бөліктерін алып тастасаңыз болады, немесе мен сияқты қалдырсаңыз болады. Ол сорпада білінбей кетеді. Үстінен пиязымызды тастап, шамалы қызарғанша қуырып, кейін үстінен қызанағымызды тастап, тағы да қуырып алатын боламыз. Қызанақтан кейін сәбізімізді тастап, жақсылап қуырамыз. Үстінен картопымызды тастап, тағы да шамалы қуырамыз. Үстінен дәміне қарай тұзымызды салып, шамалы су құйып, араластырып, үстіне болгар бұрыштарын салып шығатын боламыз. Бұрыштарымызды орналастырып болғаннан кейін, үстінен осылай суымызды ақырын құятын боламыз. Су біздің осы болгар бұрыштарының бетін жауып тұратындай болу керек. Үстінен сарымсағымызды тастап, ас көкімізді салып, үстінен лавар жапырағын тастап, бетін жауып, қайнап шыққанша күтеміз. Қайнап шыққаннан кейін астын басып, шамамен 40-35 минут арасында бетін шамалы ашыңқыратып қойып пісіріп алатын боламыз. Осылай біздің болгар бұрышымыз пісіп шықты, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Тағам сұйық тамақ ретінде әрі екінші тамақ ретінде, тойымды тамақ ретінде жүреді. Міндетті түрде дәл осы рецептпен үлкендерге де кішілерге де берсеңіз, сүйсініп жейтін болады. Өте керемет болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Тағам ешқандай зиянсыз, өте пайдалы болады. Сол себепті кішкентай балдарға да ұсынсаңыз, сүйсініп жейтін болады. Достар, видео ұнаса, міндетті түрде комментарий қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Арайлым. Баршаңызға рахмет.